Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ресторандағыдай керемет пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның ерекшелігі қамыры және соусында. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға салып, ортасын осылай ашамыз да, ол жерге бөлме температурасындағы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы саламыз. Зәйтүн майын, қант қосамыз және барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Бұл жердегі зәйтүн майы міндетті, себебі күнбағыс майын қосатын болсаңыздар, дәмі дұрыс болмай қалады. Сондықтан міндетті түрде зәйтүн майын қосыңыздар. Міне осылай қолымыздың көмегімен қамырдың июін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін осылай пакеттің көмегімен жауып, оның сыртынан матамен орап, жылы жерге 40 минутқа көтерілуге қоямыз. Міне 40 минуттан кейін біздің қамырымыз 2 есе ұлғайды. Енді бұл қамырды алып, 2 теңдей бөлікке бөлеміз. Енді қамырымызды осындай ыңғайлы ыдысқа салып, бетіне қазір зәйтүн майын жағып, бетін жауып, 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Бұл жерде өте маңызды болып табылады, достар. Бөлме температурасына қалдырмаңыздар. 1 сағат бойы тоңазытқышта өзі көтерілуі керек. Сол кезде біздің қамырымыз өте жұмсақ, өте жақсы болып көтеріледі, өте әдемі болып піседі. Тоңазытқышта қамырымыз көтерілгенше біз енді соусын дайындаймыз. Қызанақтарды осылай бетін тіліп, қабығын аршуға дайындаймыз. Қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде қабығы оңай аршылады. Енді табаға зәйтүн майын құямыз. Майды қыздырып болғаннан кейін үстіне осылай сарымсақты турап саламыз. Қуырып болғаннан кейін орегано шөбін қосамыз. Менде осындай құрғақ түрі, бұл кез келген дүкенде бар. Одан кейін базилик шөбін де қосамыз. Егер де сізде менікіндей осындай құрғақ түрі болатын болса, осы қуырып жатқан кезде қосамыз. Егер де балғын түрі болатын болса, қызанақтан кейін қосамыз. Жаңағы сыртын аршып дайындап қойған қызанақтарымызды блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен езіп, осы қуырылып жатқан массамыздың үстіне қосамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен тұзын қосамыз, одан кейін қантын қосып, жақсылап араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Жаңағы тоңазытқышқа жіберген қамырларымыз осылай әдемі болып көтерілді. Бұл қамыр бізде 28 диаметрлік 2 пиццаға немесе үлкен бір пицца жасауға арналған. Мен осылай 28 диаметрлі 2 пицца жасайтын болдым. Қолдың көмегімен немесе осылай оқтаудың көмегімен ыңғайлы етіп жайып алсаңыз болады. Міне осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды жайып, әдемілеп дайындап аламыз. Енді қамырымыздың үстіне жаңағы соусымызды құйып шығамыз. Соустың үстіне ірімшігін салып, салмасын өз қалауыңызша жасай берсеңіз болады. Бұл жерде салмасы маңызды емес, ең маңыздысы қамыры және соусы. Тура рецептегідей жасасаңыз, өте дәмді керемет пицца шығады. Мен осылай қызанақпен және шұжықпен жасадым. Енді пиццаны 200 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа жібереміз. Осымен біздің ресторандағыдай пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, достар, дәмі өте керемет болып шығады. Бұл пиццаны дайындап көргеннен кейін сіз, егер де бұрында пиццаны кетчуп және майонезбен дайындап жүрген болсаңыз, мүлде олай дайындамайтын боласыз.
видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет достар, барлықтарыңызға ас болсын.